Қызыл күкірт. Ұстазымызға Алла оған разы болсын, былай дедім. Шейх Мұхиддиннің, Алла оның сырын қадірлі етсін, еңбектерінен мынандай ойды оқыдым. Ол Құрандағы шын мәнінде бұл өте таңғаларлық нәрсе, Сад сүресі деген сөзді кәпірлердің емес, керісінше Алланың немесе оның елшісінің сөзі дейді. Шейх мұның себебін былай түсіндірді. Кәпірлердің ақылы Құдайдың әлдекімнің жасауымен Құдай болмайтынын, оның өздігінен бар екенін іштей табиғи түрде сезеді. Сондықтан да Құранда оларға өз қолдарыңмен қашап жасаған нәрселерге құлшылық етесіңдер ме? Саффат сүресі деп сөгіс айтылған. Олардың бұл ісіне Ибрахим пайғамбар қалай таңғалса, Мұхаммед пайғамбар да оған Алланың игілігімен сәлемі болсын дәл солай таңғалды. Сондай-ақ дені сау ақылға салсақ, нағыз Құдай еш нәрсенің әсеріне ұшырамайды. Ал олардың Құдайы кеше ғана балалар ойнайтын жай ғана бір ағаш немесе дәрет сындырғанда тазаланатын кесек тас еді. Сосын әлгі кәпір оны өз қолына алып, өзіне тәңір етіп алды да, сосын алдына бас иіп, соған мұқтаждық танытып, қорқыныш пен үмітімен жалбарына бастады. Ақыл есі бүтін бола тұра осындай әрекетке бару шын мәніндегі таңғаларлық іс. Осыған сүйенсек, аяттың мағынасы мынаған саяды. Мұхаммед алып келген жалғыз жаратушыға деген сенімді жоққа шығарып, ал өздерінің қолдан жасаған сансыз құдайларыңа мүлдем шәк келтірмеулерің ең үлкен таңғаларлық іс. Шейх Мұхиддиннің сөзі осы жерде аяқталды, дедім. Бұл сөздерді естігенде ұстазымыз, Алла оған разы болсын, қолындағы себет тоқып отырған бізін жерге қоя салып, маған осыны қайталап оқып берші деді. Мен оған қайталап оқып бергенімде, неткен асыл сөздер, бұрын соңды мұндай терең ойды естімеппін, ең дұрысы Аллаға аян деп таңданысын жасыра алмады. Гаухар. Ұстазымыздан пайғамбарымыздың расында Алла сендердің әрқайсыларың құблаларың жақта, алдарыңда деген хадисі жайлы сұрадым. Алла тағала мекенге тәуелсіз, оған орын тән емес бола тұра, неліктен бұл жерде нақты құбла бағыт айтылады, дедім. Ол, Алла оған разы болсын, былай деп жауап берді. Намазда құбла бағытының арнайы аталуы пендеге деген мейірімінен, әрі оны жаратушы алдындағы әдепке шақырудан туындаған. Мұндағы мақсат құлдың хақ тағаланың өзіне оның жақын екенін сезінуі. Бұл жердегі жақындық физикалық қашықтықты, орынды емес, мәртебе мен рухани жақындықты білдіреді. Намаз оқып тұрғанда шайтан түрлі азғыру мен күмән салған кезде пенде көңілін бөлмей бірден Раббысына бет бұруы үшін, сондай-ақ оқып тұрған Құран аяттарының терең сырларын, нәзік астарларын ұқтыруын Алладан сұрауы үшін осылай делінген. Өйткені жақындық мақамындағы құл үшін Алланың сөзінің мағынасын тікелей оның өзінен сұраудан асқан абзалдылық жоқ. Әрі сол сәтте құлға жаратушысынан жақын ешкім болмайды. Сонда мен айттым, менің бауырым Әбу Фадл, Алла оны рахметсін, Құран оқып отырып қандай да бір аяттың мағынасына түсінбей тоқтап қалса, шын жүрегімен Алладан оның сырын ашуды сұрайтын. Сонда Алла тағала оған аяттың мағынасын ашып беретін еді. Ол осы кезде бойын кернеген рухани ләззаттың қандай керемет екенін сөзбен айтып жеткізу мүмкін еместігін айтатын. Жақұт. Ұстазымыздан, Алла оған разы болсын, Құрандағы олар бізге емес, тек өздеріне, өз жандарына ғана зұлымдық етті, Бақара сүресі деген аятқа қатысты былай дегенін естідім. Бұл жердегі өздеріне деген сөз өздері сияқты басқа да адамдарға қатарласына дегенді білдіреді. Бұл Құрандағы өздеріңді бір-бірлеріңді ақтап пәктемеңдер, Нәжім сүресі деген аятқа ұқсайды. Өйткені хақ тағала ешқашан өзі үшін кек алмайды. Ол тек құлдарының бір-біріне жасаған қиянаттары үшін ғана бірінен екіншісіне есесін қайтарып кек алып береді. Ең дұрысын Алла біледі. Жақұт. Ұстазымыздан Құранда Жибрейіл періштенің тілімен айтылған «Біз періштелер Раббыңның әмірімен ғана түсеміз» Мәриям сүресі деген аяты жайлы сұрадым. Бұған барлық періштелер кіре ме? Ол былай деп жауап берді. Барлық періштелік рухтар да, аспан денелерінің, ғаламшарлардың рухтары да тек Раббысының бұйрығымен ғана түседі. Оларға ешқандай сиқырдың немесе тылсым қасиеттердің әсері жүрмейді, әрі солардың күшімен төмен түспейді. Ал аспан денелерінің рухтарына келсек, олар мықты рухани күш-жігердің, химмет,
әсерімен түседі. Сондай-ақ оларға арнайы есімдерді атау немесе түрлі хош иістерді, түтіндерді тұтату сияқты тылсым әрекеттердің әсері тиюі мүмкін. Алайда бұл физикалық емес, мағынауи, рухани тұрғыда түсу, себебі ол ғаламшарлар аспандағы өз орындарынан ешқайда қозғалмайды. Бұл тек Хақ тағаланың сол жұлдыздардың сәулелерінің мына жаратылыспен бұзылу, фәни әлеміне түсуіне берген белгілі бір әсерлері ғана. Бұл құбылыстарды осы ілімнің иелері жақсы біледі. Мұның әсері дәл су ішкенде шөлдің қануы немесе тамақ жегенде қарынның тою сияқты қалыпты заңдылық. Бұл аса дана, бәрін білуші Алланың жаратылысқа сіңіріп қойған даналығы. Лағыл, ұстазымыздан Алла оған разы болсын, ғұламалардың бұл дүниеде Алладан қорыққан адам ақыретте амандықта болады деген сөзі бар. Алайда хадистерде ұлылардың, пайғамбар мен әулиелердің өздері қиямет күні қорқынышта болады делінген ғой. Бұл екеуі қалай үйлеседі деп сұрадым. Ол былай деп жауап берді: ұлылардың қиямет күнгі қорқынышы өз бастары үшін емес, өздерінің соңынан ерген үмметтері мен шәкірттері үшін болады. Құрандағы мына аятқа терең бойлап көрші. Сол күні тақуаларды Рахманның құзырына қадірлі қонақ ретінде жинаймыз. Мәриям сүресі. Хақ тағала оларды қорғаныш пен амандық сыйлайтын Рахман, ерекше мейірімді есімінің құзырына жинайтынын айтып тұр. Аятта тақуаларды Мұнтақимның, кек алушының, Жаббардың, аса өктемнің немесе Қаһардың, қаһарлының құзырына жинаймыз демеген. Өйткені бұл дүниеде тақуалар үшін Алланың осы қаһарлы есімдері көбірек таныс әрі әсерлі болған еді. Сондықтан да олар күнә жасап жатқан сәтте Алланы көріп тұрғаннан қатты қорқып, барлық күнә атаулыдан бойларын аулақ ұстады. Егер олар бұл дүниеде тек Алланың Хәннан, мейірімді, Хафиз, қорғаушы және Рахман, рахымды деген есімдеріне ғана сүйенсе, бойларын қорқыныш билемес еді. Әрі Алла мені жазаламайды деген үміті басым болып сақтық танытпас еді. Осыдан ұғатының бір пенденің басында екі қорқыныш, дүниедегі және ақыреттегі қорқыныш бірден жиналмайды. Адам баласы ақыретте тек мына дүниеде еккенін ғана орады. Ең дұрысын Алла біледі. Маржан. Ұстазымыздың Закария пайғамбарға, оған Алланың сәлемі болсын, Алланың жасаған ілтипаты туралы баян етілетін «Мен сені бұрын ештеңе емес кезіңде жаратқан едім» Мәриям сүресі деген аяты жайлы былай деген естідім. Бұл аятта үлкен ескерту бар. Пенде жаралмай тұрып, жоқтық әлемінде болғанда, қалай еш нәрсеге қарсылық білдіре алмай үнсіз көнген болса, дүниеге келіп бар болғаннан кейін де Алланың тағдырына, жазмышына дәл солай еш қарсылықсыз толық мойынсынуы тиіс. Мен оған, ендеше пенденің нағыз мәртебесі мен кемелдігі оған әуелгі жоқтық күйіндегі бейнесіне, яғни толық бағыныштылыққа қайта оралуында екен ғой, дедім. Ол дәл солай, бұдан тек ақыл иелері ғана ғибрат алады. Бақара сүресі, деп жауап берді. Зүмрет. Ұстазымыздан Алла оған разы болсын, әулиелік шеңбері елшілік шеңберінен кеңірек деген сөздің мағынасы қандай деп сұрадым. Ол былай деп жауап берді: әрбір елшінің өзіндік елшілік шеңберіне кірмейтін, тек әулиелік шеңберінен ғана алатын ілімдері мен танымдары болады. Өйткені елшілік белгілі бір үкімдермен шектеледі, ал әулиеліктің үкімдері шексіз, абсолютты. Бұған Қызырдың, оған Алланың сәлемі болсын, Мұса пайғамбарға, менде Алланың өзі үйреткен, сен білмейтін ілім бар, деп ескертуі дәлел. Себебі Қызырдың ілімі Алладан ешбір дәнекерсіз тікелей келген еді. Әрі бұл тұста елшіліктің еш қатысы жоқ. Мен айттым, Шейх Иззудин ибн Абдуссалам, Алла оны рахмын алсын, әулиелік мақамы елшілік мақамынан толығырақ, өйткені әулиелік бұл дүниеде де ақыретте де үзілмейтін, Хақ тағалаға тікелей бағытталған мәңгілік тарап, ал рисалатқа, яғни елшілікке келетін болсақ,
оның үкімі үмбеттердің жойылуымен және шариғи міндеттемелердің тоқтауымен бірге үзіледі. Сонымен қатар әулиелік Алла тағаланың өзін тануымен байланысты болса, елшілік оның жаратылысқа қатысты үкімдерін білумен байланысты. Сондықтан әулиеліктің байланысқан нәрсесі, яғни Алланың өзі әлдеқайда үстем дейтін еді. Шейхтің бұл жалпылама сөзінен әулиелік ұғымын пайғамбарлардың елшілігімен қатар жүретін жалпы әулиелік деп те, немесе елшінің өз бойындағы елшілігімен қатар ұласқан өзіндік әулиелігі, жаратушымен тікелей байланысы деп те түсінуге болады. Алайда мұны пайғамбардың елшілігімен қатар жүретін өзінің әулиелігі деп түсінген абзал. Бұл пайғамбардың елшілігін басқа бір әулиенің әулиелігінен төмен қою деген сөз емес. Өйткені әулие пайғамбардың табаны тиген жерден асып өте алмайды, яғни пайғамбардан үстем бола алмайды. Расында әулиелік ешқашан пайғамбарлықтың бастауына жете алмайды және онымен бір шекарада немесе бір ақиқатта тоғыса алмайды. Кімде-кім сопылардың сөзінен бұдан өзге мағына ұққан болса, оның түсінігі қате. Сөзім тәмам. Інжу. Ұстазымыздың Алла оған разы болсын былай дегенін естідім. Хақ тағаланың саған өзің сұрамай-ақ берген немесе тәңірлік бұйрықпен сұрап алған кез келген нығметі саған жасалған таза сый. Ол үшін ақыретте саған ешқандай есеп болмайды. Ал адамның өз қалауымен сұрап, нәпсінің дәмеленуі арқылы келген нәрселердің жөні бөлек. Бұған қатысты хадисте: бұл дүниеден саған нәпсің дәмеленбей, өзің сұрамай келген нәрсені ал да кәдеңе жарат. Расында ол Алланың саған берген ризығы. Ал саған бұйырмаған мал дүниеге нәпсіңді байлама, соңынан қума деп ишарат етілген. Бірде ұстазымның бір адам әкелген себет толы жүзімді қайтарып жібергенін көріп, мұның себебін сұрадым. Сонда ол бұл жүзімді әкелмес бұрын маған алдын ала хабарлап қойды. Соның кесірінен жүзім келгенше нәпсім соған ынтызар болып дәмеленіп қалды. Ал шариғат иесі пайғамбарымыз бұдан тыйған деп жауап берді. Жақұт. Ұстазымыздан Құранда періштелердің тілімен айтылған: біз сені мадақтап, пәктеп, тәсбих және сені қасиеттеп, тақтис, ұлықтаймыз. Бақара сүресі деген аяты жайлы сұрадым. Осы екеуінің қайсысының мағынасы ауқымдырақ? Ол былай деп жауап берді: тақтис, қасиеттеудің мағынасы ауқымдырақ, ал тәсбих, пәктеу, одан шектеулі. Өйткені тәсбих Хақ тағаланың жаратылысқа тән кемшіліктерден және кейіннен пайда болудан, жаратылудан пәктеуді білдіреді. Ал тәқдис болса, Алла тағаланы кез келген кемшіліктен пәктеумен қатар құлдың бойында кездесуі мүмкін болған барлық кемелділік сипаттардан да пәктеу. Тіпті адамның қиялына келетін кез келген нәрсен оны пәк, жоғары тұту дегенді білдіреді. Сосын мен: олай болса, періштелерге адамға сәжде етудің бұйырылуының даналығы неде? деп сұрадым. Ол былай деді: олардың адамға сәжде етуімен сыналуы ілімде тереңдеген, расихун ғана сезе алатын өте нәзік тәңірлік қаһардан туындаған. Ол періштелердің өз жаратушысына: онда жер бетінде бұзықтық жасап, қан төгетіндерді жаратасың ба? деп сұрақ қоюының астарында жатқан әдепсіздік нышаны бар еді. Егер олардан осындай қарсылық іспетті сөз шықпағанда, адам олар үшін тек құбыла іспетті болса да, олар оған сәжде етумен сыналмас еді. Осыны терең ұғып ал. Шейх сөзін жалғап: Алланың жаратылысқа қатысты кез келген жазалау үкімі де осындай. Ол тек реніш тудыратын, иләһи қаһарды шақыратын істен кейін ғана болады. Өйткені Алла тағала бұл ғаламды мейірімімен жаратқан, ал мейірімдінің сипатында еш себепсіз әу бастан жазалау деген ұғым жоқ. Осы ілімнің сырын терең түсін, деді. Мен ұстазыма, Алла оған разы болсын, былай деп сұрақ қойдым: олай болса, Хақ тағаланың үкіміне қатысты пікірталас тудырған, қарсылық білдірген періштелер кімдер еді? Белгілі болғандай періштелер күнәдан пәк емес пе? Хақ тағаланың сөзі ақиқат бола тұра, мұны қалай түсінуге болады? Ол былай деп жауап берді: қарсылық танытқандар күнәдан пәк болған Жабарут, Алланың құдірет әлемі мен аспан періштелер емес. Өйткені олардың бойында нұрлық басым, әрі олар бүкіл мәртебелерді толық ұғынатындықтан кәміл адамның, инсаны кәміл, Хақ тағала құзырындағы қадір қасиеті мен биік дәрежесін жақсы біледі. Ал қарсылық
жын тектес, яғни күнәдан пәк етілмеген жер періштелерінен туындады. Себебі олардың бойында перделенуге, ақиқатты көрмеуге алып келетін қараңғылық пен жаратылыстық сипаттар басым еді. Кейде періштелерді де жын деп атайды. Құрандағы олар Алла мен жындардың арасында туыстық байланыс бар деп санады. Саффат сүресі деген аяттағы жын сөзі періштелерді меңзеп тұр, яғни мүшриктердің періштелер Алланың қыздары деген сөзі. Олардың жын деп аталуы көзден таса, көрінбейтін болғандықтарынан. Кейбір ғұламалар олар жындар мен перілер дейді. Пікірталасқа түсіп қарсылық білдіргендер міне солар. Хақ тағаланың расында мен жер бетінде бір халифа жаратамын, Бақара сүресі деген сөзінде жерді ерекше атап өтуінің астарында осыған ишарат бар. Олардың бойында адамға оған Алланың сәлемі болсын деген қызғаныштың оянуы, оның жер бетінде өздерімен таласуы, орындарына ие болуы себепті еді. Осыдан ұғатының мін тақу мен қарсылық білдіру жәбәрут періштелерінен ешқашан шықпайды. Өйткені тартыс пен келіспеушілік тек 4 түрлі табиғаттан, топырақ, су, от, ауа құралған жаратылыстардан ғана болады. Олардың бойындағы қарама қайшылық олардың негізгі табиғатынан туындайды. Сонда мен сұрадым, бірақ Хақ тағала өз елшісінің саллаллаху алейхи вассалам тілімен жоғарғы әлемдердегі мәләил ә'лә да әлемдердегілердің де таласқа түскенін айтпады ма? Құранда олар өзара таласқан сәтте жоғарғы әлемдегілер туралы менде ешқандай ілім жоқ еді. Сад сүресі делінген. Сондай-ақ хадисте уа Раббым, жоғарғы әлемдегілер не жайында таласуда деп келеді ғой. Ол оған Алланың разылығы болсын. Олардың таласы Алла тағаланың үкімдеріне қарсылық білдіру емес. Олардың таласы қайсы амалдың сауабы молырақ, қайсының мәртебесі биігірек екендігі жайында. Олар адам ұрпағына шабыт беріп, үлкен сауапқа жетелейтін амалдарға үндеу үшін өзара жарысады. Тіпті олар сол ұлы амалдардың қасында өздері істеп жүрген жеңіл істеріне мүлде назар аудармайды. Олардың бұл таласы ер адамға еш қатысы болмаса да, әйелдердің хайыз мәселесінде ғылыми пікірталасқа түсіп жатқан екі кісінің мысалына ұқсайды, деді. Мен Хақ тағала оларды күндіз түні толассыз тәсбих айтады деп сипаттаған ғой. Олар осылай өзара таласқан сәтте де Алланы пәктеп тұрған болып санала ма дедім. Ол, я әлбетте, өйткені олардың бұл таласының өзі тәсбихтің бір түрі. Бұл дәл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам әрбір сәтінде Алланы еске алып жүретініне ұқсайды. Ол бәдәуилермен сөйлесетін, балалармен және қарттармен қалжыңдасатын, бірақ сол кездің бәрінде ол Алланы зікір етіп тұрған болып есептеледі. Себебі оның әрбір қимылы мен тыныштығы шариғат мақұлдаған істер еді. Әрі ол әрбір ісінде шариғат иесінің нұсқауын көріп, сезініп тұратын деп жауап берді. Мен ілім іздеушілердің өз мазғаптарын қорғап, өзара пікірталасқа түсуі де періштелердің осы таласының қатарына жата ма деп сұрадым. Ол, я, егер олар жеке түсініктерімен емес, ашық сүннетке сүйеніп тартысса, бұл істерінде шынайы ықыласты болса, жатады. Ал егер мақсаттары қарсыласын жеңу, үстемдік көрсету ғана болса, жатпайды. Өйткені шариғат иесі, пайғамбар бос тартысқа тыйым салып, өзара тартыспауларын керек деген. Пайғамбар өмірден өткеннен кейін оның шариғатын бекіту жолындағы әдептілік үкімі оның тірі кездегі үкімімен бірдей деді. Сосын мен сұрадым, Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, күллі жаратылысқа, тіпті періштелерге де елші етіп жіберілген бе? Ол былай деп түсіндірді. Бұл мәселенің саған талай рет айтқанымыздай егжей-тегжейлі жауабы бар. Бірақ періштелер 3 топқа бөлінеді. Біріншісі ең ұлығы әл-алиин, биік дәрежедегілер. Олар Алланың ұлылығына елітіп ғашық болғандар. Құранда ібліске қаратып, тәкаппарландың ба әлде әл-алиин, биік дәрежедегілерден болдың ба? Сад сүресі делінген. Яғни алиин періштелері қандай да бір елшінің бұйрығына тәкаппарлық танытатындай оған мұқтаж емес. Олардың құлшылығы өздері жаратылған табиғатымен бірге біте қайнасқан. Олар бұйрық беретін елшіге де, тыйым салатын ескертушіге де мұқтаж емес. Себебі оларға күнә жасау деген мүлдем жат. Олар аспанның түрлі қабаттарындағы періштелер.
алиюннан басқа періштелер, олар күнәдан пәк болғандықтан тыйым салу жағынан елшіге мұқтаж емес. Күнәдан пәк етілмегендер, олар жоғарыда айтып өткеніміздей жындар мен адамдар, яғни жер беті мен дүние аспанның арасындағы кеңістіктің періштелері. Міне бұлар бұйрық беріп тыйым салатын елшіге мұқтаж. Осыдан ұғатының кімде-кім пайғамбар барлық періштелерге, тіпті алиюнға да елші болып келді десе, қателеседі. Ал кім ол аспан періштелерінің бәріне бұйрық пен тыйымды бірдей жеткізу үшін келген десе де қателеседі. Сол сияқты ол періштелерге мүлдем елші болып келмеген, бұйрықта тыйымды әкелмеген деушілер де жаңылысады. Шындығында пайғамбарымыз алиюн періштелерінен басқа рухтар мен денелер әлеміндегі барлық жаратылысқа жіберілген елші. Сосын ол бұл терең түсіндірмені дәл қазір күллі Мысыр шаһарында менен басқа ешкімнен таба алмайсың деп қосты. Мен тағы да сұрадым. Құрандағы сол кезде Раббың періштелерге былай деді, Сад сүресі деп басталатын аяттардағы Алла мен періштелер арасындағы сұхбат олардың арасында еш дәнекерсіз тікелей болды ма, әлде бір басқа періште арқылы өтті ме? Егер дәнекер болса, ол қай періште еді? Ол, Алла оған разы болсын, бір сәт үнсіз қалды. Сосын былай деді: бұның да өзіндік терең сыры бар. Бұл сұхбат биік мисал әлемінде өткендіктен, бұл Мұсаның оған Алланың сәлемі болсын, жаратушымен тікелей тілдесуіне және ақыретте Хақ тағаланың өз құлдарымен сөйлесуіне ұқсайды. Тіпті бұл рухтар әлемінде өткендіктен оны ішкі рухани сөз, кәләмі нәфси деп те ұғынуға болады. Демек, Алла тағаланың оларға сөйлеуі, оның жер бетінде өздерін емес, халифа жаратамын деген өз мақсат қалауының мағынасын олардың жүрегіне, рухына қоюы арқылы жүзеге асқан. Ал періштелердің жауабы да кәдімгідей дыбыспен айтылған сөз емес, керісінше олардың ішкі болмысындағы бұл іске көңілдерінің толмауы, келіспеуі күйінде білінген. Ұстазым осыдан кейін ақыл жетіп болмайтын өте терең, нәзік сырлар туралы ұзақ сөйледі. Мен оның бәрін мұнда жазып қалдырмадым. Соңында ол, кімде-кім біздің осы айтқандарымызға терең үңіліп, ой жүгіртсе, Алла сөзінің астарын түсініп, оның мәртебелерін толық ұғынады. Ең дұрысын Алла біледі, деді. Жауһар, ұстазымыздан Алла оған разы болсын, Құрандағы расында ол шайтан және оның сыбайластары сендердің өздерің көре алмайтын жақтан көріп тұрады. Ағраф сүресі деген аятқа қатысты сұрадым. Бұл аят біздің жандардан көре алмайтынымызды білдіреді. Алайда біз жындар мен періштелерді көреміз деп мәлімдейтін адамдарды кездестіреміз ғой. Ол, Алла оған разы болсын, былай деп жауап берді: нұрдан және оттан жаратылған рухтарды олардың өз қалауынсыз, рұқсатынсыз көру мүмкін емес. Олардың түпкі бейнесін көру немесе құбылуын байқау тек Алла елшісінен, саллаллаху алейхи вассалам, рухани мұрагерлік жолымен жанары өткірленген, көкірек көзі ашылған жандарға ғана нәсіп болады. Өйткені пайғамбарымыз Жебірейілді көретін, онымен тілдесіп сөйлесетін, ал қасындағылар оны көрмейтін еді. Бұл жағдай өлім аузында жатқан кейбір адамдардың басынан да өтеді. Бірде Айша мен Ибн Аббас, Алла оларға разы болсын, пайғамбарымыздың қасында отырған кезде Жебірейіл періштені көріп қалады. Бұл кезде Жебірейіл олардың көріп қойғанын білмеген әрі оларға көрінуді қаламаған еді. Олар бұл жайлы Алла елшісіне айтқанда, сендер оны шынымен көрдіңдер ме деп сұрайды. Олар я деді. Сонда пайғамбар, ол Жебірейіл еді, деді. Демек, қарапайым адамдар үшін жындарды көруге салынған тыйым оларды Алла тағала бастапқыда қалай жаратса, дәл сол түпкі бейнесінде көруге қатысты. Ал егер олар ит немесе мысық сияқты басқа бір бейнеге еніп құбылып кетсе, оларды көруге еш кедергі жоқ. Бұл өмірде жиі кездесетін құбылыс. Сонда мен сұрадым: жұмақта оларды көру үкімі де мына дүниедегідей болады ма? Ол, жоқ, ол жақта бәрі керісінше болады. Біз оларды көреміз, ал олар бізді көре алмайды. Тек олардың ішіндегі таңдаулылары ғана көре алады. Бұл дәл қазір олардың біздің арамыздағы таңдаулы әулиелер ғана көре алатыны сияқты, деді. Мен, егер олар ит немесе мысық бейнесіне енсе, дауыстары да сол бейнесіне қарай өзгере ме, әлде бастапқы дауыстары сақтала ма деп сұрадым. Ол,
Қандай бейнеге енсе үкім соған тиесілі, мейлі адам, мейлі хайуан немесе басқа бір жәндік болсын, үні соған ұқсайды. Мен егер олар адам бейнесіне енсе, әрбір әріпті айтқанда дауыстары біздің дауысымызға толық ұқсай ма? Ол жоқ, өйткені олардың денесі өте нәзік әрі жеңіл болғандықтан олар адам тіліндегі дыбысталуы ауыр, қатаң әріптерді шығара алмайды. Себебі ондай дыбыстар таңдай мен тілдің қағысуынан қаттылықты қажет етеді, ал олардың табиғатында мұндай қаттылық жоқ. Онда әріптері толық емес сөздерін біз қалай түсінеміз? Біз олардың сөзін әріптерінің нақты өзін емес, соған ұқсас дыбыстарды шығарған үшін ғана түсінеміз. Егер олар нақты біздің әріптерімізді қолданып сөйлемек болып, бір әріпті тастап кетсе, біз олардың сөзінен ештеңе ұқпас едік. Рухани жаратылыстың адам бейнесіне енбей-ақ адамша сөйлеу мүмкін бе? Ол жоқ деді. Шейх Мұхиддин өзінің Футухатул Мәккия еңбегінде жындар олардың әріптері мен көбею жайында кеңінен тоқталыпты ғой. Ең дұрысын Алла біледі дедім. Фируза: ұстазымыздан, Алла оған разы болсын, адамдар мен жындардың өзге жануарларға қарағанда барзах әлеміндегілердің сөзін естуден, олардың нығметі мен азабын көруден неліктен перделенгенін сұрадым. Ол былай деп жауап берді: адамдар мен жындардың бұдан перделенуінің себебі олар көргенін баяндап айтып бере алатын қабілетке ие. Егер олар о дүниенің азабын көретін болса, бұл жайлы бір-біріне жария етер еді. Бұған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам: егер өлілерді жерлеуді қойып кетсеңдер деп қорықпағанымда сендерге қабір азабын естіртуін Алладан сұрар едім деген хадисі дәлел. Басқа бір риуаятта: егер жерлеуді тоқтатпағандарыңда мен естіп тұрған қабір азабын сендерге де естіртуін Алладан тілер едім делінген. Адам мен жынның қабір әлемінен перделенуінің басты себебі осы. Ал адамдар мен жындардан өзге хайуанаттар өлілердің сөзін естіп, олардың жағдайын сезе алады. Өйткені олар көргендерін тілмен жеткізіп айтып бере алмайды. Хадисте баян етілгендей, бірде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қашыры қабырғаға жақындағанда үркіп кетеді. Сонда Алла елшісі: ол мына қабір иесінің азапталып жатқанын көріп тұр дейді. Сөздің түйіні: кім сырды сақтай білсе, сол сырды естиді. Ең дұрысы Аллаға аян. Алмаз: ұстазымыздан, көкірек көзі ашылғандар бір нәрсенің сырын айтқаннан кейін іс жүзінде ол мүлдем басқаша болып шығатын кездер кездеседі. Мұның себебі неде деп сұрадым. Ол былай деді: өйткені оларға перде түріліп, сыр ашылған кезде олар сәл аялдап, уақыттың екі мезеттің өтуін күтпей асығыстық танытады. Егер олар сәл күте тұрғанда әлгі жағдайдың өзгергенін байқар еді де соған сәйкес хабар берер еді. Мен айттым: олай болса көзге көрінетін бейнелер арқылы сырды ашатын адам бейне бір өзі көргенін көшіріп жазатын, оны басқа бір қырынан зерттеуді қажет етпейтін көшірмешіге ұқсайды екен ғой. Оның көргені өздігінен ақиқат па әлде жоқ па деп сұрадым. Ол: я солай, бұл тұста қателеспейтін адам өте сирек. Әбу Бәкір ас-Сыддыққа, Алла оған разы болсын, қарашы, ол түс жору барысында сыртқы бейнелерден ішкі мағыналарды шығарып алып: уа Расулулла, бұл түсті мен жорайыншы деп сұрайды. Ал ол түсті жорған кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған не деді? Кейбірін дұрыс таптың, ал кейбірінде қателестің деді емес пе? Мен одан: кәшф, көкірек көзімен көру ілімінің ақиқаты неде деп сұрадым. Ол былай деп жауап берді: оның ақиқаты бұл мүкәшәфке, көкірек көзі ашылған адамға тікелей берілетін, оның өз ішінде жүрегінде табатын бұлтартпас ілім. Ол ешқандай күмән шүбәні қабыл етпейді, әрі адам оны өзінен кері қайтара алмайды. Бұл ілім үшін оның жүрегіндегі нанымнан басқа сүйенетін нақты сыртқы дәлел болмайды. Мен: ал кәшфтің ең биік мәртебесі қандай дедім. Ол: жүрекке ешбір пердесіз таза мағаналардың, ұғымдардың тікелей түсуі арқылы ашылуы. Міне осы бойында түйірдей қателігі жоқ нағыз шынайы кәшф. Ол бейне бір мағанасы ашық, күмән тудырмайтын шариғи мәтіндер іспетті. Ең дұрысы Аллаға аян деді.